Мынау бүгін қымбатты тыңдармандар, біздің арнаның көрермендері мейіз салған палау бүгін көрсететініміз сіздерге. Міне мынандай құрылғыменен сәбізді аршысаңыздар, әрі жылдам, әрі таза тез болады. Міне көрдіңіздер ме? Тез аршылады. Ана пышақпен бір жері қалың, бір жері жұқа әртүрлі болып кесіледі. Мына менен өзі керемет, міне әдемі алынып жатыр. Сонан соң сәбізді суға шаямыз. Мынау жанында тұрған мейіз, қара мейіз бенен сары мейіз. Мынау қазір турап жатырмын. Осы бір келге қылып турау керек. Біреу үлкен, біреу қысқа, біреу ұзын болса, қазанда жіңішкелері жуандарынан бұрын күйіп кетуі мүмкін. Анау жанында тұрған пияздың анау аяқ жағын, міне жерін кеспеңіздер. Ол тураған кезде сіздерге керек болады. Оян кеспе салсаңыздар, пияз шашылып турауға келмей, сіздерді әбіржітуі мүмкін. Мынау тұрған ар жағыңыздағы мейіз, қазір мейіз қосып жасаймыз. Қара және сары мейіз. Мейізді суға құйып, тазалап, бір 15 минуттай ұстайсыздар. Сонан соң оны қазір осы түсірілімде, осы видеода да көрсете жатармын. Міне, мынаның құйрығының осы жерде керек болады пияздың. Көрдіңіздер ме? Содан ұстап тұрсаңыздар, таймайды. Мынау міне, қазір шайып жатырмыз мейізді. Осы шайып, әдемілеп тап-таза қылып, суға салып қоямыз. 10-15 минутта былқылдап әдемі болып тұрады. Мына мейізді қазір шайып болдық. Енді міне алдарыңызға мынандай күріш көрсетіп отырмын. Осы күрішпенен өте дәмді, өте керемет палау болады. Міне бір несінде 800 грамм 5-6 адамға жетеді. Жай күрішпен жасасаңыз да болады, амазан күріште бола береді. Мына күрішті шаяр кезде мынандай ернеуінде тесігі барады, салған жақсы. Осыған салып күрішті біраз ұстаған соң бұны шаямыз. Шайған кезде күріштің әбден ақтағаны кеткенше шаю керек. Міне қазір сіздерге көрсетемін. Міне қазір су мөлдір күйінде тұр. Міне осындай мөлдір болғанша шаясыздар, ол міндетті түрде кейін палауымыз дәмсіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан тап-таза қылып, міне қолдарыңызбен қайта-қайта қозғап, міне осы қазір ернеуінен ағызамыз. Ернеуінен судың бәрі ағатта, күріш ішінде қалып қалады. Міне қазір көрсетемін сіздерге. Міне ернеуінен қазір қисайтып тұрып ағызсаңыздар, міне ернеуіндегі судың бәрі ағып кетеді. Осылай әбден мөп-мөлдір болғанша қайта-қайта шаямыз. Күріш тап-таза болған кезде ғана бұны саламыз қазанға. Міне қазір енді майды салып әбден қыздырғаннан кейін қазанда міне 2 құйрық салдым. Бұл енді үлкен қазанға салынғанда құйрықты, бір қойдың құйрығын салып жіберуге болады. Мынау 5-6 адамға болғаннан кейін міне 2 білем құйрық салдым. Ол ертең күрішке керемет дәм береді. Мынау тамақтың ішіне қазір бұны әбден қызарғанша қызартамыз. Міне қып-қызыл болды ғой. Осы қып-қызыл болғанша қызартасыздар. Енді кезекте ар жағынан ет саламыз. Ет енді мөлшеріне қарай ғой. Көп адам болса көп ет салу керек. Енді қалауларыңызға қарай. Менен неде дәмін шығарсын деп салдым мына етті. Етті майда қылып салмау керек. Осындай үрлеу салу керек. Өйткені қазанның түбінде жоқ болып кетеді. Міне қазір сәбізді салып бірінші әбден осының ішінде қуырып аламыз. Қазанда сәбіз әбден мынау кәкпірменен басқан кезде үзіліп кеткенге дейін әбден мұны қуырамыз. Болмаса өшпей қалуы мүмкін. Тірі болып қалды деп айтып жатады ғой, сәбізі тірі болып қалыпты деп. Міне осындай болады. Енді қазір мына пиязын салып қуырдық, енді күрішін салып жатырмыз. Міне күрішті салғанда бәрін салмайсыздар. Біраз бөлігін салғаннан соң қазір енді осының ортасына мейізді саламыз. Өйткені кейін мейіз судың бетіне қалқып шығып кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші мейізді салып, үстіне және күрішті салып су құямыз. Су құйғанда мұздай су құясыздар. Ыстық су құятын болсаңыздар, етіңіз қатты болып қатайып қалады. Сондықтан бұған да көңіл бөлген абзал. Міне қазір қара мейізді салып жатырмыз. Міне осылай саласыздар. Осыны салып болғаннан соң қазір нар жағынан күрішті әкеліп, күрішті үстіне саламыз. Міне қазір көресіздер, міне қалған күрішті осы мейіздің үстіне саламыз. Өйткені мейізді басып тұрады. Мейіз бері қалқып шығып кетпес үшін және тұмшамалап, мынау палауға дәмі сіңу үшін осылай жасалынады. Енді үлкен қазанда үлкен қылып жасауға болады. Дәл осылай жасау керек қой. Енді онда мынау 5-6 адамға, отбасыларыңызға, жолдастарыңыз келіп жатса, сондай керемет дәмді тамақ қылып жасауға болады. Міне
мейіз күріштің астына басылып қалады. Енді қазір мынау палаудың міне дайын болған уақыты, міне көрдіңіздер ғой, қандай шашылып тұр. Мынау міне құйрық қып-қызыл болып, көрдіңіздер ме, міне керемет дәмді тамақ болады. Дәмін жесеңіздер ауыздарыңыздан кетпейтін болады. Сондықтан қазы құйрық қосқанның пайдасы осыдан. Міне қазір ыдысқа салып жатырмыз. Бұл 3 адам жейтін, былайша айтқанда порсы деп айтып жатады ғой, порсы болады. Негізі бір қазанына 5-6 адам, әркімнің жеуіне қарап, біреу аз жейді, біреу көп жейді. Мынау көкөністі де осылай себелеп қоясыздар. Біреу қалың қылып себуі мүмкін, біреу аз қылып себелеуі мүмкін. Ар жақтарыңыздан о қызанақпенен қияр тұр. Осы палауды тойып жегеннен соң соны жесеңіздер астарыңызды тез қортасыздар. Міне әдейіге бауырсақ қойдық. О шетіне бауырсақ жемейтін адамдарға мынау тандыр нан деп айтып жатамыз ғой. Тандыр нанды да қойдық. Міне астарыңыз дәмді болсын. Осылай палауды жасап, осылай жеуге болады. Онда қазақ елі астарыңыз дәмді, көйлеріңіз жайлы, ұрттарыңыз майлы болсын.